Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 100-ші сабақ. 2 амалмен шығарылатын есептер тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер 2 амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастыратын боласыңдар. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. Бірінші тапсырма: есепті шығар. Дүкенге түске дейін 22 кітап, ал түстен кейін 14 кітап әкелінді. Осы кітаптардың 9-ы сатылып кетті. Неше кітап қалды? Балалар, сызбаға қараймыз. Әкелінген 22, 14 кітап, сатылған 9 кітап. Қалған кітапты анықтауымыз керек. Шартын құрып жазамыз. Түске дейін 22 кітап, түстен кейін 14 кітап, сатылды 9 кітап, қалған кітапты анықтауымыз керек. Ал енді шешуі: әкелінген кітаптарды қосып аламыз. 22 қосу 14 тең 36. Ал енді сатылған кітапты азайтамыз. 36 азайту 9 тең 27. Жауабы: дүкенде 27 кітап қалды. Келесі екінші тапсырма: есепті шығар. Әжем құрақ көрпе тігу үшін сары және қызыл түсті қиықтарды пайдаланды. Ол 2 қатардың әрқайсына 9 қызыл қиық және тағы 18 сары қиықтарды қолданды. Құрақ көрпе тігу үшін әжем барлығы неше қиық пайдаланды? Шартын құрып жазамыз. Қызыл қиық 9-дан 2 қатар, сары қиық 18. Ал енді шешуі: бірінші қызыл қиықтың санын анықтап аламыз. Ол үшін 9-ды 2-ге көбейтеміз, тең 18. Сонан соң 2 қиықты бір-біріне қосамыз. 18 қосу 18 тең 36. Жауабы: барлығы 36 қиық пайдаланды. Үшінші тапсырма: есепті шығар. Қалада 2 мұражай және одан 8 есе артық кітапхана бар. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық? Шартын құрып жазамыз. Мұражай 2, кітапхана одан 8 есе артық. Және мұражайдан кітапхана қаншаға артық екенін анықтауымыз керек. Шешуі: бірінші кітапхананың санын анықтап аламыз. Ол үшін мұражай санын 8 есе арттырамыз. 2 көбейту 8 тең 16. Ал енді мұражайдан кітапхана нешеуі артық екенін 16-дан 2-ні азайтамыз. 16 азайту 2 тең 14. Жауабы: мұражайларға қарағанда кітапханалардың 14-і артық. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Анам ірімшік қосылған 18 тоқаш және сүзбе қосылған 14 тоқаш пісірді. Осы тоқаштарды ол 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше тоқаштан алды? Шартын құрып жазамыз. Ірімшікпен 18 тоқаш, сүзбемен 14 тоқаш бөліп берді 4 балаға. Әр балаға нешеден бергенін анықтауымыз керек. Шешуі: бірінші тоқаштардың барлығының санын анықтап аламыз. 18 қосу 14 тең 32. Ал енді осы тоқаштарды 4 балаға теңдей бөлеміз. 32 бөлу 4 тең 8. Жауабы: әр бала 8 тоқаштан алды. Бесінші тапсырма: 20 қосу 10 көбейту 3 өрнегі бойынша Айман мынадай есеп құрастырды. Айнұрда 20 теңге, Алуада 10 теңге. Ал Қуанышта қыздарда қанша ақша болса, одан 3 есе артық ақша бар. Қуанышта қанша ақша бар? Осы есепті шығарып көрейік. Шартын құрамыз. Айнұрда 20 теңге, Алуада 10 теңге. Қуанышта қыздарда қанша болса, содан 3 есе артық. Шешуі: бірінші қыздардың ақшасының санын есептеп аламыз. 20 қосу 10, 30 болады. Ал енді оны 3 есе арттырамыз. 30 көбейту 3 тең 90. Демек жауабы: Қуанышта 90 теңге бар. Ал енді балалар, Айман есепті дұрыс құрастырды ма? Түсіндір. Айман есепті дұрыс құрастырған жоқ. Себебі ол құрастырған есепте бірінші қосу амалы, сонан соң көбейту амалы орындалды. Ал бізге берілген өрнекте бірінші көбейту амалы орындалу қажет, сонан соң қосу амалы орындалуы қажет екен. Сондықтан да Айманның құрастырған есебі дұрыс болмады. Алтыншы тапсырма: теңдеулерді шеш. А азайту жақша ішінде 100 азайту 76 тең 72.
100-ден 76-ны азайтсақ 24 қалады. Сонда А азайту 24 тең 72 деп аламыз. А мұнда белгісіз сан, оны анықтау үшін 72-ге 24-ті қосамыз. А тең 96-ға. Ал енді А-ны орнына қойып теңдеуді тексереміз. 96 азайту жақша ішінде 100 азайту 76. Жақша жабылған тең 72. 72 тең 72. Келесі теңдеу 14 қосу Б тең 62 азайту 18. 62-ден 18-ді азайтсақ 44. Сонда 14 қосу Б тең 44 деп аламыз. Б мұнда белгісіз сан, оны анықтау үшін 44-тен 14-ті азайтамыз. Б тең 30-ға. Ал енді Б-ны орнына қойып теңдеуді тексереміз. 14 қосу 30 тең 62 азайту 18. 44 тең 44 шығады. Келесі 7-ші тапсырма есепті шығар. Қарындаш пен бетбелгі 50 теңге тұрады. Егер бетбелгі 5 теңге тұрса, онда қарындаш бетбелгіге қарағанда неше есе қымбат? Шартын құрып жазамыз. Барлығы 50 теңге, бетбелгі 5 теңге. Қарындаш қанша теңге тұратынын және ол бетбелгіден қанша есе қымбат екенін анықтауымыз керек. Шешуі: бірінші қарындаштың бағасын анықтап аламыз. 50 азайту 5 тең 45. Ал енді оны қарындаштан неше есе, қарындаштың бетбелгіден неше есе қымбат екенін анықтауымыз керек. 45 бөлінген 5 тең 9. Жауабы 9 есе қымбат екен. 8-ші тапсырма мысалдарды шығарып, қазақтың ақын жазушыларының қандай өлеңдер мен шығармалар жазғанын біл. 4 көбейту А қосу 35. Мұндағы А 5-ке тең. 4 көбейту 5 қосу 35. 4-ті 5-ке көбейтсек 20, 20-ға 35-ті қоссақ 55. Демек, Абай Құнанбайұлының өлеңінің тақырыбы қыс деп аталады екен. Келесі 76 азайту 18 бөлінген X. Мұндағы X 2-ге тең. 76 азайту 18 бөлінген 2. 18-ді 2-ге бөлсек 9, 76-дан 9-ды азайтсақ 67. Ыбырай Алтынсариннің өлеңінің тақырыбы кел балалар оқылық. Келесі 45 қосу С көбейту 3. Мұндағы С 4-ке тең. 45 қосу 4 көбейту 3. 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 45-ке 12-ні қоссақ 57. Демек, Бердібек Соқпақбаевтың шығармасының тақырыбы менің атым Қожа екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.